соны көріп жатырмыз. Бұл бейшара еркектер де ойланады ғой. Байғұс кемпірім ау, томпаңдап, шына шақтай кезінде қатын болып едің. Не істемедім саған? Бәріне көндің ғой. Енді бір рахатыңа жүз жатасынар еді дейді да. Тапқан ақшасын бізге бензин құяды, машинемізді бұзылса жөндеп келеді, машинемізді жуып келеді, багажымызды толтырып қояды. Кетіп барасың, подругамен кетіп барасың ғой, болды ғой. Байларымыз бір-бірімен сөйлесіп, қатын қайда деп те істемейді. Өйткені біз проверкадан өткен әйелдеріміз. 100% проверенный әйелдеріміз да бізге полностью сенеді. Сондықтан да біз қазір өз өмірімізді хат түсіріп, подругаларымызбен қыдырып, машинемізге мініп аламыз, ана жақта тосып алады, рахаттанып, демалып, кездесу өткіземіз, тойға барамыз, одан бір күшті гостиница реттеп қояды ана жақта қыздар. Сосын өсегімізді айтып